интернеттен аз информацияны іздеу ол үлкен өнер. Бизнес модельдің түрлерін айтып берсек. Бағасы да чуть ли не бесплатно десең де болады. Каспиге үйреніп қалған адам Каспиден ала береді. А ондай акция тек қана Сулпакта бар. Мынандай хитростар бар. Қазақстанда жұмыс істеуге болады слайша бұл модель. Болады. Даже вообще риск жоқ қой, товар өтпей қалады деген сияқты тема жоқ та. Өтпей қалса да нормально. Дропшиппингтің негізгі мақсаты где мои миллионы деген сияқты әңгіме айтады ше. Келесі уровень қайсысы там private label ма, онлайн арбитраж берейік, wholesale ма? Ол туралы айтпай-ақ та қояйық, ондай вариант вообще құптамаймын. И зато осыны рахаттанып сатып отыра бересің. Системасын істеп қоясың, все, кайфуй. 97 миллионды бір айда Каспиден істеген, осындай модель арқылы істеді. Озон, Вайл бересің, OLX, бүкіл жерді сатып тастайсың. И ол кезде, естественно, миллионнан көп табасың. Ол кезде, конечно, да. Настроение нормальное, ғой? Керемет настроение. Вообще на взводе. Да. Командировка. Форс-мажорлар тола, доставка, отправка, склад жабылды, ашылды. Ашып жауып жүрді. Ашып жауып жүрміз бәрін, маршруттарын бәрін құрастырып. Так что настроение всегда күшті болу керек. Все, онда бүгін айтатын тақырып бұл маркетплейстардағы бизнес модель. Бізде байқайтын көп адам бар. Маркетплейстар тек там дропшиппингпен ғана жұмыс істейді деп ойлайды да. И олар тек сонымен ғана жұмыс істеп жүре береді. И там 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл бойы айналысқан мүмкін. И сонымен ғана жүрді. И маржалар там, естественно, там аз маржа, 5%пен, там даже 10%-ге жетпеуі мүмкін да. И сонымен жүр, олардың көретін бір ғана выходы, там көбірек товар сату керек болды дейді да. Басқа выход көрмейді олар да. Сол үшін бүгін сол тақырыпты қозғау керек деп ойлаймын. Чтобы қазір айналысып жүрген действующилардың өзі осы проблемаларды түсіну үшін өздерінің. И екіншіден, енді кірейін жатқан адамдарды түсіну үшін де қай бизнес модель таңдауға болады. Оказывается, там маркетплейста дропшиппингтен басқа да бір темалар бар екен ғой деген сияқты. Сол үшін жалпы бірінші бизнес модельдің түрлерін айтып берсек вообще маркетплейстардағы. Так, бизнес модель жалпы маркетплейсте олар өте көп. Маркетплейске байланысты. Амазонда бөлек бизнес модельдер, Wildberries, Каспидің өзінің әрқайсының, жалпылама бір общий өзінің бөлініп тұрған бизнес модельдері бар. Дропшиппинг. Давайте, дропшиппинг ол ең популярный, да? Грубо говоря, ол бәрі біледі. Товар бірінші саласың интернетке, заказ түседі, барасында салып жібересің. Сатып алудың қажеті жоқ. Сатып алудың қажеті жоқ. Заказ түсті, сол кезде салып жібересің. Wildberries болса, бір аптадан кейін ақшаңды аласың, Каспи болса, заказ біткен кезде аласың, сату OLX болса, сен предоплатамен алып қоясың даже. Осындай дропшиппинг түрлері бар. Одан кейін барып, келесі бір модель, ол private label деп аталады. Немесе ол тұрасында сен товарды өз брендіңді жабыстырасың да, мына жерге яблочкасын салып қойып сата бересің, өз брендіңді салып 1000 штуктан беріп тастайсың бір товар. Ол заводтан, ол кәдімгі крупный ғой. Заводтан, өзің жасайсың, анда микрофон бересің, өз брендіңді жазып қоясың. Келесі модель бар, тағы да популярный, это онлайн арбитраж деген бар, қазір Амазонда прям качает. Ол қалай? Амазонда вообще миллиард түрлі наименование товарлар бар. Одан кейін тұрасында кітап жақсы сатылып жатыр екен, көресің. Тоже олардың өзінің MP-стар, маркет гурулары бар. Амазонда сервистер ғой, тексеру бар. Сервистер, ол жақта одан 1000 есе мықты, және бағасы да бесплатно десең де болады, шындылар да бар да. Платнылар да бар, әрине, но бесплатнылар да бар. Ашасың, товарын сатылып жатқан көресің да, и соған байланысты Амазонны көрдің ішінен, и сол товарды басқа сайттардан іздейсің. Америка ол басқа сайттан, басқа маркетплейстардан ба? Басқа маркетплейстардан іздейсің, и басқа сайттан да іздейсің. Кез келген жерден аласың, іздейсің да, арзан тауып сатып жібересің. Одан кейін ойлайды адамдар, не басқа адамдардың бәрі тупой ма, не сонда таппайды бірінке. Блин, мен былай айтайын, интернеттен аз информацияны іздеу ол үлкен өнер. И адам ол біз привычканың адамбыз. Біз тұрамыз, Каспиге үйреніп қалған адам Каспиден ала береді. OLX-ге үйренген адам OLX-тен алады. Амазоннан үйренген адам туалетный бумага дейін бәрін Амазоннан береді, Америка істерші көбісі. И Амазоннан соқтан береді. Ал басқа интернет-магазин бәрі, значит, мертвый деген сөз емес қой. Амазон монополия емес қой. Ну, конечно, үлкен рынок соныкі, но сол сияқты. Walmartқа кіресің, ноунейм какой-то бір частный интернет-магазиндер бар, соларға кіресің. Сөйтесің, на товарды Амазоннан $50 тұрса, сен ана жақтан көресің, какой-то бір сайтта, ол жақта $45 тұру мүмкін, бац, скидка, акция болады дейді, $35 тұру мүмкін сияқты. Не сияқты? Авиасейлс, авиаталар бар, одан кейін біз агрегатор боласың ғой. Каспилар бәр бар. Мысалы, барлығын сатады сол бір билет сатады. Бір КТЖ-ның билеті, бір Эйр Астана. Но былай қарасақ, кейде көбінесе әрқайсысына әртүрлі баға тұрады. Мысалы тұрады Чоколайф.
10% скидка визамен сатып алсаң деген тұрады, или же там наоборот, әркез әртүрлі. Тура сондай логика ол жақта да. Мынау бренд тұрады да, мынау интернет-магазинге скидка қылып жасайын деді. Даже одан да ары қарай қазбалап айта беретін болсаң, қазір бір не бар, атақты там Ханза деген бренд бар, бытовой техника бойынша. Сулпаққа кірсең, ол жақта комбомен тұрып скидкамен береді. Технодомға барсаң, ол акция бітіп қалған. Көрдің ба? Типа сен поверхностный там панельді аласың, встраиваемый панель электрический, астына духовкасын екеуін аласың сен, грубо говоря, бір 400 мың аласың, 300 мың аласың. Жеке-жеке алсаң 500 мың аласың. А ондай акция тек қана Сулпақта бар. Технодомда ол болды, бітіп қалды сезон бойынша. Арбитражда сен соны алып, там технодомға сатып жүресің аласың деген сияқты ғой. Дәл өз. Технодом Сулпақтан аласың да, и потом Каспийден ұрып жүресің, ВБ-дан ұрып жүресің. Amazon тура сондай. Ол жақта наоборот еще дальше кеткен былай мынандай хитростер бар. Сайт, инструмент бар, который там сканирует басқа сайттардың барлығын, акция, скидка болып жатқандарды тауып береді. Өзі тауып береді ма? Өзі тауып береді. Бізге тура сондай инструменттер, бізде де жай шығып бастайды деп ойлаймын, потому что біз уже МПСтат дегендер шығып жатыр. Біздің өзіміз платформа жасап жатырмыз промотыйда, ол жақта да осы функциялар қосып жатырмыз, жаймен де пландарымыз үлкен. И Қазақстанда онлайн арбитраж тоже бар. Ол өте Қазақстанда жұмыс істеуге болады значит, иә? Болады. Онлайн арбитраж ол болады. Оны қалай жұмыс істейді мысалы? Бізде промотыйда бір брендтар бар, Oppo деген мысалы бренд, соны қосайын деп жатырмыз. Huawei тоже, Oppo бренд мысалы. Товарды алыңдар дейді, товарды ал дейді да, телефондардың бәрі, хоть там планшет болсын, и барлығын сатыңдар, неважно за сколько, но бір бағаны сатып тұрасыңдар, қымбатырақ болады, но осы баға сатасыңдар, біз айтқан бағаға. И сендер 0 теңге тапсаңдар, нормально, но сатыңдар дейді. Кім көп сатады, айдың соңында, короче, сен қандай суммаға сатасың, содан саған кэшбэк береді. 7%, 10% әр кезде әртүрлі. Брендтің өзі, значит, береді. Брендтің өзі саған осылайынан береді кэшбэкті. Мысалы, аласына сен 10 миллионға сатып жүрсең, может, сен 10 миллион 700 теңге тауып тұрсың осында. 7% кэшбэк. 7% кэшбэк. Тема ғой? Тура дропшиппинг сияқты даже вообще риск жоқ қой, товар өтпей қалады деген сияқты тема жоқ та. Өтпей қалса да нормально. Брендовый товарларда өтпей қалу деген қорқынышты негізінен алып тастауға болады минимум. Өйткені брендовый товарлар, Oppo, Xiaomi деген олар доллармен кіреді бізге. Сен оларды аласың да, даже кішкене күте тұр да, доллар сәл өседі, сен оның бағасы қымбат етіп сатып жібересің, вообще проблема. Компания сияқты инвестиция. Иә, ол прям күшті. Сен криптовалюта алсаң, оны ұрып қалып түседі, тогда непонятно, бұл жерде сен, короче, валюта ғой бұл нәрсе. Бренд это валюта ретінде қарауға болады бұл жерге. Бірақ енді бұл кісі там көріп алып ойбай деп Huawei-ға барып хабарласа бермейтін шығар, бірақ бұндай условия. Жоқ, оны любой брендтің, особенно крупный брендтар, олар өздерінің мына жақта представительдері бар. Ол представительдер дистрибьютор саны 1 немесе 3 компания ғана береді. Олар ары қарай дилерствоны береді. Дилерствоны әртүрлі уровеньдар бар. Мысалы, біз элементарно бір косметикамыз бар, ол 100 мың теңге сұрайды. Минимальный закуп. Бір товар алу үшін, бір закуп жасау. Бір закуп істеу үшін. А бізде промотерлер 50 теңгелік товарды беріп жүр ғой, потому что біз өз объеммен обеспечиваем. Бір брендтар бар, кухня товарлары бойынша, олар 10 мың доллар сұрайды. Бір закупқа. Минимум 10 мың доллар алмаса. 5 миллион теңге сатып алу керексің, получается, да? А сен одан азырақ алсаң, бермейді саған товарды. В розницу ал дейді, болды магазиннен, алын деп бар жесе. Короче, осыны әртүрлі бренд, дропшиппингтен, короче, осындай темалар бар да. И осының бәрін түйіндей отыра, wholesale деген бір жақсы бір модель бизнеса. Бұл төртіншісі, бірінші дропшиппинг, екіншісі онлайн арбитраж, и private label, и төртіншісі wholesale. Wholesale, да. Wholesale это опт деген сөз, оптовая модель. Бұл жерде қалай жұмыс істейді? Онлайн арбитраж ұқсайды. Онлайн арбитража сіз барып, мысалы, Walmarттан, Каспийден арзан товарды іздейсіз да сатып аласыз, алдын ала сатып аласыз. Wholesaleда бұл уже более профессиональный вид. Профессиональный болғанда сіз барасыз да, мына товардың сатылатыны көзіңіз жетті, бағанағы инструментариймен көрдіңіз. Дропшиппингпен тексеріп көрдің бе или? Дропшиппингпен тексеріп көресіз, болмаса бағанағыдай аналитикалармен көресіз. Опа, көрді, өтіп жатыр, жазылып тұрады, 1,5 миллион экземпляр сатылды, дейді, грубо говоря. Барамыз да поставщикке. Мынаны маған
100 штук аламын, 100 штук қаман бағасын санап бер дейсің, болды. Біздің промотордың ішінде тұрады, мысалы, бір товарлар за единицу оптовая цена 10 мың теңге деп тұрады. Сен айтасың да, давай мен 100 штук аламын. Тағы да түсіріп береді. Тағы түсіріп береді. И ол саған там грубо 10%, 15% скидка істеп береді. И ол сен маржаңа қосылады. Ол сен тура сол бағаға сата бересің ең басындағы. И зато сенде уже 10-15% дополнительный скидкаң болады. Ты уже сохранил. Значит, даже дропшиппингке сатқан кезде там товардың өтетін өтпейтінін тексеріп алуға арналған нәрсе ғой негізі бұл инструмент ше. Дропшиппинг деген негізі. Бұл былайша қарағанда там білмеймін бір айдан ұзақ жұмыс істеуге керек емес сияқты да бұл дропшиппингпен. Дропшиппингтің негізгі мақсаты ол дәмін татып көру. Рынокта қай товар өтіп жатқанын біліп алу үшін, иә. Дропшиппингпен үлкен ақша істеуге болады. Бірақ сен всегда дайын болу керексің, көп товар салуға, көп товарлар салып, біздіңкілер көбісі өкінішке орай, да, енді бастап келе жатқан адам 10 ғана товар салады, 5 салады. И сонымен дропшиппинг жасап отырады. И сонымен тұрады да. Товар продажа жасайды еще, жасайды да, и потом где мои миллионы деген сияқты әңгіме айтады ше. Не ғой, бұл жерде чисто логиканы қосу керек. Сіз қаншама отын саласыз, горючий бензин құясыз, соншама сіз жылы аласыз. Ньютонның екінші заңы сила действия равно силу противодействия деген. Сол үшін қанша саласыз, сонша. Дропшиппингпен миллион адам тапқысы келетін болса, 10 емес, давай 100-ін салсын. 1000 товар сал, иә. 1000-ын сал деген сияқты. Мен мысалы сату кезет магазиндерінде одновременно менде 5 магазин бар. Мен 20 000 товар саламын. И дропшиппингпен. Дропшиппингпен 20 000, то есть мен 10 товар салып. И ол кезде, естественно, миллионнан көп табасың. Ол кезде, конечно, да. Чисто Каспийдің өзі менде бір күнде миллионнан асады деген сияқты бар ғой. Чисто Каспийдің Алматының ішіндегі. Мен городской басқа межгород қоспадым, өйткені оборот жетпей қалып жатыр да. Ол кезде Каспий топ 1,5 аптада жеткізетін. Қазіргі ВБ сияқты Россияға жеткізетін. Қазпоштамен жүреді, ол ойласақ, Қазпошта ол кезде қандай. И плюс ақшаңды сен содан кейін 2 күннен кейін алатын едің. Ол вообще неудобно. 10 күннен көп жүресің осындай. 2 апта ғой почти. Сен сатып тастайсың, и то ең жаманы жібересің, жолда клиент отказ беріп тастайды. Каспий не компенсирует, товарың быт шығып, обратно клиент алады. Қазір уже более-менее осылай жасап жатыр. Вот осындай оптовая модель, это уже системно, четко. Вот как на Каспий люди продают. Каспий тұрған магазиндер, мәссаған, қалай олар сатып жатыр. Негізінде за кулисами ар жағында әртүрлі модельдер көп. Біреулер там читерство дейді, андай не совсем правильно бухгалтерия ведут. И солай жасайды. Ол уже осознанно солай істейді, олар ол туралы айтпай-ақ та қойық, ондай вариант вообще құптамаймын. Біреулер бар, уже остатықтарын алып кетіріп жатады. Қалып қойған товарлар ғой. Қалып қойған товарларын, брак товарлар жөндеп жібереді, велосипедтерін бір жасым қасып жүгітті, сатып жібереді деген темалар. Біреулер бар, олар тұрады да, көбісі уже товарды, профессионалдар деп атаймын олар. Товарды көрді, өтеді, и барады да соны объеммен алып қояды, складқа и алып соны сатады. Все. Қашан біздің ана уже Шыңғыс істеген алдында 97 миллионда бір айда Каспийден істеген осындай модель арқылы істеді. Значит, біздегі адамдардың қазір енді бәрі дропшиппингпен айналысып жүр көбісі. И оларды өту керек келесі уровень қайсысы, там private label ма, онлайн арбитраж ба или wholesale ма? Келесі этап один из двух, либо private label болу керек, өз брендін ашып шығу керек, немесе wholesaleға өту керек. Екеуіне кететін шығын бірдей ма? Жоқ. Wholesale'да сен ақшаң оборотта жүреді, хотя ана private label'да нишаға байланысты олай айта алмайсың. Мен мысалы private label деп там мынандай бір блокноттар жасаймын деп айтамын. Немесе алып тұрып wholesale мен ноутбук істеген аламын, бір ноутбук там оптом 6 жыл тұрады мысалы. Значит, өзінің нишасына қарай, бірақ келесі уровень сол екеуінің біреуіне өту керек қой уже. Иә. Обязательно. Обязательно. И зато wholesale'ға өтсе адам 1000 товар сатпайсың ғой, 2 ақ товар сатып. Ол кезде сен фокусың болады. Рахат сол, аз товарға фокус қоясың. Ана жақта мыңдаған дейтін олар 1000 ашып қояды. 1000 ашмайды. Вот, 2 товар, 3 товар, 3 түрлі товардың 50-50-ден алып қоясың деген сияқты. И зато осыны рахаттанып сатып отыра бересің. Системасын істеп қоясың, все, кайфуй. Басқан қатырма, осыған ғана фокус. Мына товарын жаттап аласың уже. Мынандай градусы, майысқан жер қанша, анау қанша деп бүкіл нюанстарын білесің да. И зато осы бір товарында Озон, Вайл бересің. Бүкіл маркетплейсқа саласың. OLX, бүкіл жерді сатып тастайсың. Барлық жерді салып, и все, ты уже король этой ниши болу керексің, ол айтқанда. Әрқайсысын жапсай берме, да? По-хорошему осындай болып, это уже экспертный уровень. Түсінікті. Все, рахмет. Бізді көріп отқан адамдарға да, тыңдап отқан адамдарға да пайдалы болды деп ойлаймын. Шынымен де бұл менің өзім байқап жүрген ошибка болды. Адамдардың көбісі осылай
дропшиппингпен жүреді. Естественно, риск аз, и риск аз жерде, естественно, там табыс та аз болады да. Адамдар андай закуп жасауға ақшасын құртып, оборотқа ақша салып, сәл бір 500 теңге, миллион теңгесін салып рисковать еткісі келмейді да. Естественно, сен рискқа көбірек ақша құйсаң, сенің табатын табысың да көбейе бастайды. А бизнесте не үшін ақша көп? Потому что бизнес бұл всегда риск. Сондықтан егер шынымен де бизнеспен айналысам деген болсаңыз, шынымен товаркамен до конца барам деген адам болсаңыз, онда жаңа Дәулет айтқандай wholesale немесе private label секілді келесі бизнес модельдерге, келесі этапқа өту керек сізге. Бұл шығарылым сізге пайдалы болды деп ойлаймыз. Егер шынымен пайдасы тисе, міндетті түрде пікірге жазып кетіңіз. Төменге ұнады, ұнамады, лайк басыңыз, колокольчик қосыңыз, каналға жазылыңыз. Бізді көретін адамдардың ішінде каналға жазылмайтындар да көп екен. Ал сіздердің каналға жазылғандарыңыз, лайктарыңыз, комментарийларыңыз бұл біз үшін шынымен де шабыт береді. Уақыт бөліп түсіргеніміздің бір эффектісі. Бізге ешқандай бір қаржы әкелмесе де, бұл осындай жағынан пайда, бізге шынымен мотивация. Сондықтан солай сіздерден күтеміз. Келесі кездескенше, келесі шығарылымдарға дейін барлықтарыңыз сау болыңыздар, аман болыңыздар. Астында комментарий көп болса, сұрақ көп болса, біз жақтан уже кері байланыс көп болады. Бұл уже главный метрика. Істеп жатқан ісіміз результат әкеліп жатса, біз оны көрсек, әрмен қарайда уже көбейтетін боламыз. Сол үшін реакция қалдырып, өздеріңіз білдіріп кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.